Жәнібек пен Азамат деген екі дос Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат «Бүгін менің жан досым кеудемнен итерді» деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп замай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен, Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалмажан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. «Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды». Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек: «Алғашқы ісімді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші» деп сұрайды. Сонда Азамат: «Бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды» деген екен ақылды бала Азамат. Баяғы өткен заманда Күйік деген қала маңында бір жесір кемпір болыпты. Оның жалғыз ұлы бар екен. Анасы «Балам адам болса екен» деп армандайды екен. «Анашым, адам болу үшін не істеуім керек?» Осы ауылда ғұмырының жартысын ілім үйренуге, қалған жартысын оны үйретуге арнаған қария бар. Соған барып батасын ал. «Қарағым, білімді мен білімсіз ешқашан тең болмас. Кімде-кім білім жолына түссе, Алла тағала оған жәннатқа барар жолды көрсететіндігін ұмытпа. Ата, оқуға төлейтін ақшам жоқ. Ілім іздегенге көктегілер мен жердегілер, тіпті судағы балықтарға дейін жарылқау тілейтіндігін біл. Алла тағаланың өзінен шынымен қорқатын құлын ойламаған жерден ризық беретін, қиналған сәтте көмекке келетіндігін есіңнен шығарма. Және де әрбір ісіңді бисмиллах деп баста». Қарияның батасын алған соң, бала анасымен қоштасып жолға шығады. Сөйтіп тоқтамастан 2 күн 2 түн жүріпті. 3-ші күні әбден қалжырап, шаршаған соң үлкен ағаштың түбіне аялдап, бірден қалғып кетеді. Көзін ашса, бір үлкен жылан ағаш басында құс ұясына қарай өрмелеп барады екен. «Бисмиллах» дейді де, қолына ілінген таспен жыланды ұрып өлтіреді. Сөйтіп қайтадан ұйқыға бас қойған кезде кенеттен қара дауыл тұрып, артын өсер жаңбырға ұласыпты. Аяқ астынан болған тосын құбылысқа таңырқап тұрғанда бір алып құс келіп қонады. Әлгі құс баланы көре сала жұтып жіберуге ұмтылған екен. Балапандар шырылдап ара түсіп, «Бізді абжыланнан құтқарған осы адамзат!» Сөйтсе, әлгі қара дауыл құстың қанатынан туған жел, ал нөсер жаңбыр оның көз жасы екен. Жылда ұя басқанымен, өзі азық іздеп кеткенде, банағы абжылан балапандарын жеп кетеді екен. Алып құс балапандарының аман қалғанын көрген соң, «Жапан далада не іздеп жүрсің?» деп сұрайды. «Ілім іздеу үшін жолға шықтым. Менің балапандарымның астында бір уыс алтын жатыр. Соны ала ғой. Жақсылыққа жақсылық». Сөйтіп, бала құспен қоштасып, сапарын әрі жалғастырады. Ойламаған жерден мұндай ризыққа кенелген бала Аллаға мадақ айтып тұрғанда, қарияның және оны ойламаған жерден ризықтандырады деген сөзі есіне түсіпті. Сөйтіп бала барар жеріне аман есен жетіп, жылдар бойына оқып, еліне үлкен ғалым болып оралыпты. Баяғы өткен заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты.
оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шахар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өзі тауып ата-анасына көмектессін деген ойымен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағанда үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: «Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп замай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады», депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. «Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?» Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай: «Адалдық адамға нан болмайды ғой», деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қылығы екенін медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: «Кімдегім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах тағала оның адал еңбегіне береке береді». Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болу тиіс деп жиі қайталайды екен. Есте жоқ ескі заманда бір елде ілім мен ғылымды тең меңгерген хан өтіпті. Күндердің бір күні оңашада кітап оқып отырып ол патша мен пақырдың теңесуі қиын емес деген сөзге кезігеді. Содан: «Бұл өзі қалай айтылған сөз? Өзім хан болсам, есіктегі құлыммен қалай теңесем?» деп ойға кетіп отырғанда уәзір ішке кіріп: «Хан ием, даладан алтын тұяқты киік көрдім», дейді. Зерігіп отырған хан нөкерлерін ертіп дереу әлгі киікті қууға шығады. Сәскелік болғанда қасындағылардың аты болдырып, ханның бір өзі қуып кете барады. Содан бір шамада алдынан ну қамысты көл кезгеді. Бағанағы киік суға бауырынан батып қаша береді. Хан атынан түсіп бар киімін шешеді де киікті ептеп ұстамақ болып ұмтылғанда жағада бір жігіт ханның бар киімін киіп атын мініп жөніне кетеді. Тосын іске тап болып мәңгіріп қалған хан біраздан кейін ес жиып, әбүйірін қамыстың қауылдырығымен жауып жағаға шығады. Сөйтіп су жағалап келе жатса алыстан бір түтін көрінеді. Жақындап келсе, балық аулап күнін көріп отырған кемпір шалдың жыртық лашық екен. Олар ханға ескі құсқы киім мен жүк жалғар ас береді. Аз-маз әлденіп алған хан қалаға қарай жол тартады. Бірақ сарай маңын күзеткен қарауылдар жалба-жұлба киім киіп репеті кеткен кісіні танысын ба? Маңына да жолатпай қуып шығыпты. Аштық қысқан хан амалсыз базарға барып қайыр садақа сұрайтын тіленшіге айналады. Бірақ жүрген тұрған жерінде патша едім, пақыр болдым, бәлеге өзім жақын қондым деп қайталай береді. Мұны естіген ханның әйелі оны жасауылдар арқылы сарайға алдырады да: «Неткен жансың? Неге олай дейсің?» деп сұрайды. Ол басынан өткен барлық оқиғаны айтып береді. Бір кезде ханның әйелі: «Мынаны моншаға апарып жуындырыңдар», деп әмір етеді. Шомылып адам кейпіне келгеннен кейін әйелі оның өз күйеуі екендігін таниды. Хан былай дейді: «Кезінде мен патша мен пақырдың теңесуі қиын емес деген сөзді оқып, бұл өзі қалай айтылған сөз? Өзім хан болсам, есіктегі құлыммен қалай теңесем деп айтып күпірлік еткен едім. Бірақ та бұл сөздің шынайылығына енді көзім жетті. Жасаған күпірлігім үшін тәубе еттім.
расында Аллах тәубе етушілерді сүйеді. Раббым шынайы тәубемді қабыл етіп, отбасыммен қайта қауышуға мүмкіндік берді, дәулетімді қайтарды. Раббыма сансыз шүкір, деп хан сөзін аяқтайды. Сөйтіп күпірлік етіп, қайта тәубесіне келген хан өмірінің қалған бөлігін құлшылыққа арнап, отбасымен хайырлы ғұмыр кешіпті.